Қайырлы күн достар, сіздермен сіз тұратын көше айдары. Бүгін біз қазақтың тұңғыш психолог ғалымы, қоғам және мемлекет қайраткері, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі Төлеген Тәжібаев туралы бірге білетін боламыз. Төлеген Тәжібаев 1910 жылы Сырдария губерниясында, қазіргі таңда Түркістан облысында дүниеге келген. Ол Шымкент техникумын 1935 жылы Мәскеудегі коммунистік тәрбие академиясын бітірген. Сондай-ақ ол академияның аспирантурасын бітірген. Қазіргі таңда Төлеген Тәжібаев атында көше ғана емес, сондай-ақ номер 47 мектеп бар. Төлеген Тәжібаев 1938-1940 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының педагогика және психология кафедрасының доценті және меңгерушісі. 1940-1942 жылдары Қазақ КСР халық ағарту комиссарының бірінші орынбасары. 1942-1944 жылдары Қазақ КСР халық комиссарлар кеңесінің төрағасының орынбасар қызметтерінде болды. 1944-1957 жылдары Қазақ КСР сыртқы істер министрі, Сергей Миронович Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің ректоры қызметін атқарған. Сонымен қатар Төлеген Тәжібаев еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған.